Сәлеметсіңдер ме балалар, 3 сынып қазақ тілі пәні 108 сабақ сан есім тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Балалар, 21-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді тыңда. Су. Күн төбеңді тесердей шақырайып тұр. Асан үйінен шығып, малды ауылдағы атасыныкіне беттеді. Демалыс кезінде атасына барып сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастады. Бекер қуырдақ жеген екенмін деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттам су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза, мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес, неткен рахат. Мәтін зерде журналынан алынған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырманы орындайық. Сұрақтарға жауап бер. Асан қайда бармақшы болды? Асан малды ауылдағы атасының үйіне бармақшы болды. Ол неліктен шөлдеді? Ол қуырдақ жегендіктен шөлдеді. Жолда не кездесті? Жолда бұлақ кездесті. Бұлақтың суы қандай? Бұлақтың суы тап-таза, мөп-мөлдір. Бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Қатты шөлдегендіктен бұлақтың суы ерекше болып көрінді. Ал енді балалар, сұрақтардың жауабы арқылы тірек сөздер қатарын тауып жаз. Тірек сөздер: асан, малды ауыл, атасы, сәлем бермекші, қуырдақ, шөл қысқанда, ұрттам су, бұлақ, уыстап, мөп-мөлдір, тәтті, дәмді, рақат. Осылай тірек сөздерді жазып алсақ болады. 22-ші жаттығу: орны ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жаз. Жер бетінде 4 мұхит бар. Теңіз әлде қайда көп. Олардың саны 30-ға жетеді. Осылай жазсақ болады. Ал енді сан есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Балалар, сан есім ол заттың санын білдіретін сөздерді біз сан есім дейміз. Қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Ал енді біздегі сан есімдер 4, 30-ға. 4 деген сан есім қанша деген сұраққа жауап береді. Нешеге? 30-ға. Сан есімдерді таптық. 23-ші жаттығу: ойлан тап. Ол қай сан? Оңынан оқысаң, ол сан, терісінен оқысаң, ол сан. Яғни жұмбақтың жауабы 40. Яғни оңынан оқысақта, терісінен оқысақта 40 деген сөз шығады. 24-ші жаттығу: құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Үлгі: кекілік, яғни сан есімдерді балалар сөзбен жазып шығамыз. Кекілік, жетік, түбір, күшік, желтоқсан, алтыбақан сөздері шығады екен. 25-ші жаттығу: мақалды оқып жатқа жаз. Бір кісі қазған құдықтан 1000 кісі су ішеді. Мақалды бірнеше рет қайталап, дәптерімізге жатқа жазамыз. Ал енді сан есімнің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет. Мақалдың мәнін түсіндір. Мақалдағы сан есімдер 1, 1000. Ал енді ол қай сөзбен байланысып тұр? Бір кісі, 1000 кісі. Яғни кісі сөзімен байланысып тұр екен. Мақалдың мәні: бұл мақал еңбектің, жақсылықтың және ізгі істердің көпшілікке пайдасы тиетінін білдіреді. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.